Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тіл сабағы. Оқушылардың бір сұраққа жауап беріп, бірдей тұлғада айтылған сөздердің, сөйлемнің бірыңғай мүшелері болатынын түсіндіру, бірыңғай мүшелердің өзіне тән ерекшеліктері, сипаттама беру, оқушылардың жеке тұлға құзыреттілігін дамыту, оқушылардың танымын кеңейту, материалды тез қабылдауына жол ашу, өз пікірін айтуға төселдіру, ойлау, есте сақтау қабілеттерін арттыру, тіл мәдениетін дамыту. Кәні балалар, олай болса психологиялық ахуал жасайық. Бір-бірімізге еркін тыныс алу. Балалар, денелеріңді түзу ұстап, бастарыңды жоғары көтеріп, ыңғайланып отырыңдар. Көздеріңді жұмсаңдар да болады. Ауаны терең жұтып, еркін тыныс алыңдар. Өздерің тыныс алуларыңды бақылап, бақыт пен тыныштыққа толы таза ауаның тұла бойларыңа толғанын сезініңдер. Ал енді көздеріңді ашсаңдар да болады. Енді балалар, өткен сабақты қайталап өтейік. Сөйлем туралы не айта аласыңдар? Сөйлем түрлері, сөйлем мүшелері, сөйлемнің дара, күрделі мүшелері. Сөйлемдерден дара, күрделі мүшелерді табу. Тәтті қауынды балалар жабылып жеп алды. Көршілер амандық сұраспайды. Қандай шығармадан алынған? Кәне табайықшы балалар. Ал енді балалар, топқа бөлінуге 4 топқа бөлінейік. Бастауыш бірінші топ, екінші топ баяндауыш, үшінші топ анықтауыш, төртінші топ толықтауыш болып 4 топқа бөлінуге. Олай болса, ой қорыту. Не байқадың, қандай қорытындыға келуге болады? Бірнеше сөз бір сұраққа жауап береді. Бірдей тұлғада тұрады, бірдей сөз табынан болады. Араларына үтір қойылады, бір мүшемен байланысады. Біздің өтетін жаңа тақырыбымыз балалар, сөйлемнің бірыңғай мүшелері. Ондай болса, ережесіне тыңдайық, ережесін. Сұраулы мен қызметі ортақ болып сөйлемнің бір ғана мүшесімен байланысатын, кемінде 2 сөзден тұратын мүше, бірыңғай мүше екен. Сөйлемнің бірыңғай мүшелері, бірыңғай бастауыш, суық жел мен қалың қар Әлібектің мазасын алды. Бірыңғай бастауыш дегеніміз бұл сыныптың оқушылары мейірбан, көңілді. Бірыңғай анықтауыш сабағымыз кейде баяу, кейде жылдам өтеді. Бірыңғай толықтауыш түнде телефонмен отыру не өзіңді, не көзіңді жұтып қоятын секілді. Бірыңғай пысықтауыш дегеніміз Динараның тапсырмасына мен қуана да, күле де қарадым. Бұның ішінде қуана да, күле де қарадым деген сөз бірыңғай пысықтауыш болады екен. Ережені кішкене іштерінен қайталап алыңдар балалар. Бірыңғай мүшелердің жалғаулық шылаулары арқылы байланысады. Ыңғайластық, қарсыластық, таулағалыстық, кезектестік болып 4-ке бөлінеді екен. Ыңғайластыққа да, де, та, те, және, әрі, мен, бен деген сөздер жатады екен. Шылаулары. Көшеде бүгінде Әрсеннің мазасы болмады. Қарсыластық, бірақ, алайда, әйткенімен, қуаныш мектепте келмеді, бірақ үй тапсырмасын орындапты. Бұл жерде қайсысы балалар? Бірақ деген сөз екен. Татуалғалықты салтанат мәтінде автор болмаса немесе кейіпкердің сөзін оқы. Бұл жерде немесе деген сөз бар екен, балалар. Бірыңғай мүшелердің тыныс белгілері, үтір қойылатын жағдайлар, үтір қойылмайтын жағдайлар да болады екен. Үтір қойылатын жағдайлар, бірыңғай мүшелер өзара жалғаусыз байланысса, асан өте ашық, өнерлі. Жалғаулық шылаулар бірыңғай мүшелердің арасында қайталанып келсе, Алтай әр тапқыр, әрі еңбекқор. Бұның арасында да не болады екен? Үтір қойылады екен, балалар? Ережені қорыту енді біз. Сөйлемде бір ғана сұраққа жауап беріп, бірдей тұлғада тұратын сөйлем мүшелерін бірыңғай сөйлем мүшелер дейміз. Бірыңғай мүшелер сөйлемдегі бір мүшемен ғана байланысады екен. Міне балалар, ережені мұқият тыңдап алыңдар.
Енді топтық жұмыс балалар. Бірінші топ сөйлемдегі бірыңғай мүшелер қай мүшелермен байланысып тұр? Көл бетінде үйрек қаз, аққу, бір қазан жүзіп жүр. Екінші топ көп нүктенің орнына бірыңғай мүшелер тауып жаз. Аңыз кейіпкерлері. Үшінші топ синтаксистік талдау жаса. Бұғыбай көрікті, ашық жарқын, ақ көңіл жігіт. Осының ішінен синтаксистік талдау жасаймыз. Бірінші деңгей 43-ші жаттығуды жазамыз. Ішінде бірыңғай мүшелері бар сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Екінші деңгейде сөйлемдерді көшіріп жазып, тыныс белгісін қоямыз. Мұнау тастар Жезқазған, Алтай, Алатау, Қаратау кендерінен табылған. Туған жеріңді, еліңді, мектебіңді сүй. Үшінші деңгей. Ішінде бірыңғай мүшелері бар сөйлем құрастырып жазамыз, Ал балалар, енді кішкене бойымызды серкітіп алайық. Қазір мен сендерге сөйлемдер оқимын, ал сендер бір мүшелі сөздерді айтасыңдар. Жылы жайда ақ, көк, қызыл, сары гүлдер өсірілуде. Қаз үйректің балапаны өте нәзік болады. Бүгін әсел айнұр сәулелерді кездестірдім. Іле Алатауында жабайы алма, өрік, шие ағаштары өседі. Түйе сүтінен құрт, май, ірімшік әзірленеді. Саят демалыс күні мұражайға, театрға, көрмеге барады. Гүлназда қалам, дәптер, қарындаш, кітап жоқ. Ал балалар, шығармашылық тапсырма, сурет бойынша мәтін құрастырамыз. Сендерге сурет берілген, сол суретке қарап мәтін құрастырыңдар. Және тест сұрақтары берем. Тест сұрақтарын орындаймыз. Бірінші тапсырма. Бірыңғай мүшелерінің арасында қандай тыныс белгі қойылады? Кәне, кім айтады? Кім біледі? Белгілейміз. Сызықша ма, нүкте ма, үтір ма? Екінші сұрақ. Дүкенде алма, алмұрт, өрік толып тұр. Бірыңғай мүшелерді тап ішінен. А. Дүкенде алма. Ә. Толып тұр. Б. Алма, алмұрт, өрік. Осының қайсысы дұрыс? Кәні белгілейміз. Үшінші сұрақ. Сөйлемде бір сұраққа жауап беріп, бірдей тұлғада айтылған сөздер табамыз. А. Күрделі мүшелер. Б. Бірыңғай мүшелер. В. Дара мүшелер болып табылады. Кәні қайсысын белгіледік? Дұрысын белгілейікші балалар. Кәні кім тапты? Дұрыс, өте тамаша. Дұрыс тапқансыңдар. Олай болса, балалар, сабағымызды қорытындылайық. Бір-бірімізді не арқылы бағалаймыз? Бас бармақ арқылы бағалаймыз, Қорытындылау, сөйлемнің бірыңғай мүшелері дегеніміз не? Кім айтады? Кәні балалар, қол көтерейікші. Қай топ айтады екен? Бастауыш топ па? Баяндауыш топ па? Қайсымыз айтады екенбіз? Кәні? Орнымыздан тұрып қолымызды көтереміз. Оның өзіндік ерекшелігі қандай? Кәні, сөйлемнің бірыңғай мүшелері дегеніміз не? Оның өзіндік ерекшелігі деген қандай? Кәні балалар, кім көтереді? Табамыз, тез айтамыз ережені. Сонымен балалар, бүгінгі өткен жаңа сабағымыз түсіндіңдер ма? Түсінікті болды ма? Кәні, олай болса, бағалап жіберейік, Жарайсыңдар балалар. Үйге үй тапсырманы аламыз. 5-ші жаттығу деп алыңдар.